уже тіркелдік, енді каргоны тіркейміз. Ол үшін хесап белгілеймін. Адрес белгілеймін. Адрес экле. Міне бұл жерге біз өзіміздің атымызды, фамилиямызды, карго номер, карго адрестерін толықтырамыз. Бұл орынның бәрін түрік тілімен толықтыру керек болады. Сол үшін бірінші настройкаға кіріп, языки түрік тіліне қойып аламыз. Менде уже қойылған турецкая раскладка QWERTY басамыз. Ады деген жерге бас әріппен өзіміздің атымызды, келесі фамилиямызды, мында карго номерін 507 075 77 71. Адрес белгілері Истанбул, Фатих. Так. Катип Касим Мах. Адрес деген жерге біз каргоның адресін жазамыз түрік тілімен. Қыздар, осы жерде өте мұқият болыңыздар. Әсіресе і әрпіне қандай да бір қате кететін болса, бізді қабылдамайды. Сол үшін өте мән беріп жазамыз. Үлкен әріппен Натиркизі пробел. Үлкен әріппен СК пробел. Үлкен әріппен Н двоеточие 21 пробел Зимин. Үлкен әріппен Зимин. Бұл жерде уже Зимин дегенде мына әні қолданамыз. Төбесінде точкасы бар. Қазақша ғой, соны қолданамыз. Зимин пробел кат пробел Фатих. Фатих деген қолданамыз. Точка Казахстан. Одан кейін плюс салу арқылы өзіміздің номерімізді жазамыз. Деген сияқты өз номерлеріңізді тіркейсіздер. Келесі адрес бұл жерге ICD карго жазамыз. ICD. Бұнда тоже осы төбесінде точкасы бар. Иді саламыз. ICD карго. Карго. Міне, осы жерден қыздар стоп, әрі қарай еште баспаймыз. Осы тұрғанын, осы күйінде скриншот жасап аламыз. Мен сіздерге осы кезде ICD каргоның номерін беремін. Сіздер осы жасаған скриншотты WhatsApp арқылы оларға жібересіздер. Мысалы, осы тұр ғой, міне, скриншот жасадық. Оны аламыз да WhatsAppпен оларға жібереміз. Міне, мен жіберіп қойғанмын. Ол сізге каудет басыңыз деп айтады. Сол кезде сіз мына тұрған төменде оранжевый каудетті басасыз. Сіз басқан кезде оларға код барады. Бұл менің кодым, сізге басқа код береді. Сол код келгенде сіз мұнда кері кіресіз. Сізге бұл жерде код жазатын орын ашылады. Осы жерде сол жерге келген кодты жазасыз. Содан кейін сізге оранжевый шығады, сөз басатын. Соны басасыз. Басқаннан кейін сізде уже осылай шығады. Бұл сіздің уже толықтай тіркелдіңіз деген сөзі. Осылай біз каргоға тіркелдік.